Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше тағам жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ең алдымен еріп тұрған сары майымызды саламыз. Үй температурасында тұрған маймен де болмаса ертіп алсаңыз да болады. Және 200 грамм жылы су, чай қасық тұз саламыз да қамыр иреміз. Жиырма минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Нанымыз, тестамыз дайын болғанша біз етімізді турап, подливін жасайтын боламыз. Бәрін жақсылап турап аламыз. Картошканы да осылай турайсыздар. Және пияз тураймыз. Мен асқабақ қостым. Қалыңызша сәбіз қоссаңыздар да болады. Асқабақпен өте дәмді болады. Міне начинкамыз дайын. Приправаларды салып, қалауымызша тұз, дәміне қарай. Қара бұрыш салып, араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Бөліктерге бөліп, домалатып қоямыз. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді тамақ, ерекше болып шығады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осылай бөліктерге бөлген соң жайып, үлкенірек тестасын кесеге, болмаса басқа қалауынша ыдыстарға салсаңыз болады. Ішіне начинкамызды саламыз. Бұрыш салдым, қалауымша бетіне. Және сары майды осылай салып бетіне қойсаңыздар болады. Бетін жабамыз. Видеодағыдай өстіп жабыстырып шығамыз. Әдемілеп өрсеңіздер де болады. Менде жұмсағырақ болып қапты теста. Кішкене қаттылау ересе әдемі өрілетін болады. Жұмыртқа жағып, духовкада 180 градуста 40 минутта пісетін болады. Өте дәмді, сочный болып шықты достар. Жасап көріңіздер. Ас болсын.